Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бүгінгі біздің кезекті шолуда Geely 2GEL автокөлігі. Бұл жерде 2 литрлік турбо қозғалтқыш орнатылған, 238 аттың күшін береді, 350 айналу моментінде. Және де бір қызығы, бұл бірінші Қытай автокөлігі десек те болады, 8 сатылы автомат қорапшамен жұмыс жасайтын. Өздеріңіз көріп тұрғанда дизайны өте керемет, бір 200 тойға құсайды деп айтсақ та болады. 20-шы размерлі дисктер орнатылған, қара түсте спорттық дизайнда. Қазақстан нарығына 2 жиынтықта беріледі. Мына жерде көріп тұрғаныңыздар, бұл толық жиынтығы, флэгшип жиынтығы. Мына жердегі поворотниктары және де қара түске боялған, антихромдалған десек те болады. Бесключевой доступ автокөлікте. Артқы жағынан қарасақ, бір BMW X6 сияқты. Және де бір қызығы, мына 4 мұржасы да жұмыс жасайды. Яғни ешқандай алдау емес, автокөліктің 4 мұржасы да жұмыс жасап тұр. Бұл автокөліктің 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты сіздерге қызық болар, 6-да 9 секунд. Өздеріңіз білетіндей, седан Малибудың 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 6-да 7 секунд болса, Geely 2GEL 6-да 9 секунд. Жалпы багажыңне келетін болсақ, пространство бар, мына жерде запаскасы барлығы орнатылған, екі жерінде разъем бар бір жағында, мына жерге заттарыңызды іліп қойсаңыздар болады, артыңғы орындықтары толықтай жатады. Артқы жағындағы орынға келетін болсақ, жалпы орын жеткілікті, былай айтқанда өте жақсы жасалған. Мына жердегі бас қою несін айтсақ, екі жақтан поддержкасымен басқа да жасалып қойылған екен. Шынтақ тіреуішке келетін болсақ, бұл жерде Аскарадағы сияқты 2 стакан қойғышын байқап тұрмыз. Және де 2 USB разъем, біреуі Type-C, біреуі кәдімгі USB. Панорамалық шатыры бар, толықтай артыңғы орындықтарға дейін ашылады. Бұлай качествосына келетін болсақ, қытайлар жақсы жасап жатыр. Bose аудио системасы орнатылған. Неліктен қытайлар қазіргі таңда осындай автокөліктер шығарып жатыр? Өйткені 2013 жылы Geely автоконцерні толықтай Volvoның бүкіл акцияларын сатып алды. Сол себепті қазіргі таңда бізге ақшасына сай жақсы автокөліктер ұсынып жатыр. Ал енді алдыңғы Geely эмблемасы обновленный. Өздеріңіз естеріңізде ма? 2010-да Geely M Grand автокөліктерінің эмблемасы көк түсте еді. Қазір қара түстегі обновленный көріп тұрмыз. Geely Full Red жазбасымен алдыңғы жарық шамдары. Бесключевой доступ мына жерде. Орындықтардың жады бірінші, екінші. Және де толық пластмассасының качествосы өте жақсы деп айтсақ та болады. Ішкі обделкасына келетін болсақ, достар, бұл жерде мультимедиялық система орнатылған. Мультимедиялық системада Android Auto, Apple CarPlay жоқ болғанымен, бұл жерде өзінің CarBeat Link деген системасы арқылы телефоныңызға қоса аласыз. Автокөліктің жалпы несіне келетін болсақ, драйв модтарына. Бұл жерде драйв мод кнопкасын ауыстырып отырсаңыз, экономичный, спортивный, глубокий снег, комфорт и бездорожье. Осындай 4 неге бөлінеді. Спортқа басқан кезде сіздің аптитроныңыздың барлығы қызыл түске боялады. Егер экономичныйға қоссаңыз, сіздегі мынандай анимациямен өзгеретін болады. Жалпы сіздерге қалай? Бұл қысқаша шолу, 8 сатылы автомат қорапша, таудан түсу көмекшісі, автотұрақ парковкасы, және де артқы адамыңыздың орны жетпей жатса, мына батырмалар арқылы орындықты жылжытуға болады. Качествосы өте керемет автокөліктің. Бұндай бағада бұндай автокөлік алу қазіргі таңда өте қиындау. Бағасына келетін болсақ, 19 миллионнан басталады, толық жиынтығы 20 миллион теңге төңірегінде болады. Сіздерге шолу ұнады ма? Осындай шолулар көп керек болса, комментарий жазып отырыңыздар.